Сәлеметсіздер ме балалар? Сәлеметсіздер. Отырыңдар. Балалар, сабағымызды бастамас бұрын шарттық шеңберіне тұрып, жүректен жүрекке ойынын ойнайық. Келеміз ортаға. Балалар, қазір бір-бірімізге кезектен кезек жүректі беріп, тілек айтамыз, жақсы ма? Фархат, бүгінгі сабақтан 5 ал. Ясмина? Akıllı verimli bol. Verimli bol. Akıllı bol. Жомарт бол. Akıllı bol. Oldu bol. Жақсы. Балалар, жүректен жүрекке бір-бірімізге тілегімізді айттық. Енді орнымызға жайғасамыз. Балалар, өткен сабақта қандай бөлімді аяқтадық? Табиғат құбылыстары. Жақсы. Енді осы табиғат құбылыстары сабағын бекіту мақсатында бүгін қайталау сабағын өтеміз. Бүгінгі күнді жазып, тақтада қаңтардың 25-і сынып жұмысы жазып қоямыз. Балалар, кітаптың 79-шы бетін ашамыз. Екінші тапсырма: күн райы қандай? Бос орынға сәйкес сөзді тауып оқы. Балалар, бұл тапсырманы біз ауызша орындаймыз. Бірінші ойланайық, содан кейін кезектен кезек тақтаға шығамыз. Міне, мына жерде ауаның температурасы көрсетілген, ауаның қысымы. Мына жерде сөздер жазылған. Қараңыздар, мына жерде 30 градус көрсетіп тұр, күннің көзімен бірге. Яғни ол ыстық деген белгіні білдіреді. Мына жаққа осы сияқты сөздерді сәйкестендіріп жазып шығамыз, немесе сызықшамен көрсетеміз. Балалар, тақтаға кім шығар? Ауа температурасы 50 градус жолны көрсетіп тұр. Тәсімен шыға ғой. Айта ғой. Қатты ыстық. Мынау жерде. Жақсы, отыра ғой. Келесі. 40 градусқа не жүрсің? 40 градус, жақсы. Ашық. 20 градус жылы, жақсы, отыра ғой. Балалар, келесі біздің тапсырмамыз қыс мезгілін суреттеңіз деп аталады. Ортада қыс мезгілі берілген. Қыс мезгілін сурет бойынша суреттеп жазып шығамыз. Яғни, мына жерде бала не істеп жатыр, құстар не істеп жатыр, мына жерде қандай сурет, мына жерде аңдар не істеп жатыр, балалар қандай ойын ойнап жатыр, және мынау қандай киімдер екенін жазып шығамыз, ойланамыз. Балалар, құстар не істеп жатыр, кім шығады? Тәсімен келе ғой. Жақсы, отыра ғой. Келесі оқушы, кім шығады? Мына жерде не көп суретте? Кім шығады? Жақсы. Балалар, мына жерде аңдар не істеп жатыр? Жақсы. Балалар, келесі тапсырмамыз біздің бензиограммасы, яғни Алматы қаласы мен Астана қаласын екі бағанға жазып салыстырамыз. Айырмашылықтарын ала ортаға ұқсастықтарын жазамыз. Жақсы, Астана суық, отыра ғой. Алматы қаласы қандай? Жылы, жазамыз. Келесі. Алматы қаласы қандай? Таулы. Жақсы, таулы, отыра ғой. Балалар, келесі тапсырмамыз сөздерді дәптерлеріңе толықтырып жазыңдар деп аталады. Мына жерде тор көздерде бос орындар тұр. Бұл жерге түсіп қалған әріптерді жазамыз. Бірінші дәптерге жазамыз, содан кейін тақтаға шығамыз. Қане бастаймыз. Бірінші сөз қандай? Қандай сөз? Мұз, отыра ғой. Қандай сөз? Қырау. Қырау, жақсы, отыра ғой. Келесі. Қандай сөз? Жақсы, отыра ғой. Келесі, Тоғжан. Ал балалар, барлық сөздерді жазып болды. Жарайсыңдар. Балалар, орнымыздан тұрайық. Қазір сіздермен серпінту сәтін жасаймыз. Тақтадағы бейне жазбамен бірге жаттығуларды қайталаймыз. Қане бастайық. Солға, солға иіліп, белімізді
taqdim